Қайырлы күн баршаңызға. Менің қолымдағы мына тәтті десерт барлығыңызға таныс шығар. Әсіресе жастар арасында соңғы уақытта трендке айналған осы тәтті десертті үйде жасап сіздермен бөлісуді жөн көрдім. Алдымен құлпынайымызды жақсылап жуып кептіріп қоямыз. Бананымызды да қабығынан аршып, ортасынан теңдей етіп екіге бөлеміз. Анар жемісінде қабығынан аршып, ортасында ақ қабыршақтарын алып тастап, осылай етіп дайындап аламыз. Сонымен бірге бізге керек болады осындай ақ шоколад және қара шоколад кондитер магазиндерінде весовой сатылады. Сонымен бірге грек жаңғағының ұнтақталған түрі және балмұздақ жасайтын осындай таяқшалар, ағаш таяқшалар және қағаз формалар және силикон формалар керек болады. Алдымен шоколадымызды ертіп аламыз. Ыдысқа су қойып, шоколадымызды басқа бір ыдысқа салып, су моншасында шоколадымызды ертіп аламыз. Шоколадымыз түйіршіксіз, біркелкі болып, жақсылап толық еру керек. Осылай қаспен араластырып, әбден ерігенше осылай ыстық суда ұстаймыз. Толық еріген шоколадымызды алып, енді құлпынайымыздың жапырағын осылай қайырып қысып ұстап, ыдыстағы шоколадымызға осылай малып аламыз. Малып алғаннан кейін артық ағатын шоколадын осылай сілкілеп ағызып, пекір қағазын жайған листілерімізге құлпынайларымызды дізіп саламыз. Құлпынайымыздың барлығын шоколадымызға малып, дізіп шықтық. Енді үстінен дәнімізді сеуіп шығамыз. Міндетті түрде дән емес, өздеріңіз нені қалайсыздар, қалай әсемдегенді ұнатасыздар, солай жасай беріңіздер. Ол жағын патша көңілдеріңіз біледі. Енді кезекте бананымыздың түбіне балмұздақ таяқшаларын тығып, дәл құлпынайымызды малғандай етіп, ыдыстағы шоколадымызға осылай ары-бері айналдырып малып алып, артық ағатын шоколадын ағызып, құлпынайымыздың қасына дізіп шығамыз. Ақ шоколадымызды да алдыңғы әдіспенен су моншасында ертіп аламыз. Қымбатты көрермендерім, менің пайдаланып жатқан шоколадым Калибаут шоколады. Калибаут шоколады менен десертіміз әдемі, жылтыр әрі дәмді болып шығады. Сіздерге де осы Калибаут шоколадын пайдалануға кеңес беремін. Ертілген шоколадымызға қалған құлпынайларымызды малып аламыз. Байқасаңыздар,
десертіміз өте әдемі жылтыр болып шығып жатыр. Ол шоколадымыздың сапасына байланысты. Құлпынайларымыздан кейін енді бананымызды да осылай етіп шоколадымызға малып аламыз. Барлығын кебуге листімізге тізіп сала береміз. Енді кезекте анар жемісін дайындаймыз. Кулинар қалтасына шоколадымызды құйып алып, силикон формаларымыздың түбіне осылай етіп жұқалап құйып шығамыз. Көп құюдың қажеті жоқ, тек қана осылай жұқалап қана құйып шығамыз. Осыдан кейін қасықпенен формаларымыздың ұяшықтарын толтырып аламыз. Формамыздың ұяшықтарын анарменен толтырып алғаннан кейін үстінен ерітілген шоколадымызды құйып шығамыз. Шоколадымыз жемістеріміздің арасына біркелкі сіңіп, формасын жақсы ұстау үшін кішкене формамызды столдың үстінде ұрғылап аламыз. Осыдан кейін шоколадымыз әбден қату үшін тоңазытқышқа қойып қоямыз. Анардың бетіне құйылған шоколадымыз толық кебу үшін тоңазытқышқа қойып қойдық. Енді осы уақыт аралығында банан менен құлпынайымыздың үстіне ерітілген шоколадпен осылай әдемілеп өрнек салып шығамыз. Банан менен құлпынайдың шоколады міндетті түрде кебу керек. Егер кеппей құйсаңыздар, онда өрнегіміздің бәрі ағып кетеді. Сондықтан да кебуін қадағалаймыз. Дайын болған десертімізді енді осындай қағаз қорапшаларға салып, әдемілеп тізіп шығамыз. Сіздер де өз қалауларыңыз бойынша осылай етіп әдемілеп тізіп салып, бетін ленталармен байлап, достарыңызға, туысқандарыңызға мереке күнінде әдемі тарту етіп ұсына аласыздар. Егер де осы видео рецепті көңілдеріңізден шықса, видеоның соңында лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Сонымен бірге тіркелмей жүргендеріңіз болса, жанында қоңырау шанында баса кетіңіз. Сол уақытта менің жаңадан шығатын видео рецептерім сізге хабарлама болып келіп тұрады. Видеоның соңына дейін көргендеріңіз үшін көп-көп рахмет. Осындай сыйлайтын тәттілеріміз көп болсын. Менің келесі видеомда кездескенге шейін аман саулықта болайық.